Қайырлы күн, құрметті киносүйер қауым. Біз бүгін Бахар телесериалының 11-ші бөліміне келдік. Мен бұл киноны күнде көріп жүріп, мен осындай нәрсе түйдім өмірде. Жалпы бұл өмірде психологтар айтып жатады ғой, қазір енді көбейіп кетті ғой, Инстаграм болсын, ТикТок болсын, адамның ішінде детский травма, балалық травма деп қалады, немесе балалық шағында қалай болса үлкейгенде де сондай болады дегені ол рас сияқты. Бұл кинода да өзінің қалай Тимур жас кезінде қалай қиналғаны және әкесінің Тимурды қалай қатты ұстағаны, өзінің қалағанындай өмір сүре алмағаны, өзі кішкентай бала кезінде сондай болған, ал дәл сол нәрсені өзінің балаларына да көрсетуде. Мысалы, өзі жас кезінде суретші болғысы келген екен, бірақ әкесі оны сен хирург боласың деп бүкіл бояуларын, сурет сәттелерін өртеп жібереді. Ал өзінің туған қызы ұмайды, дәл сондай әкесінің қасиеті соған дарыған-ау, сондықтан ол да дәл сол әкесінің жасағанын ол да жасап жатыр. Бірақ оны Тимур іштей сезеді, өкінеді, жылайды. Ал енді киноны айтайын. Бұл кезде бүгінгі серияда Ринги мен Тимур екеуі жас кезі болатын, екеуі де барлығы да жас кездерін есіне түсіріп жатыр. Ринги мен Тимур екеуі бірге болатын, жас кездері болатын, екеуі де Америкада. Тимур оқуда, ал Ринги болса, ол да оқуда. Сол кезде екеуі бірге түн өткізеді. Одан кейін дәл сол кезде Бахарда аяғы ауыр, ол өзінің Тимурды күтіп енесінің үйінде, яғни Тимурдың үйінде. Ол кезде ағасы Азиз дүниеге келген. Одан кейін кімнің Омайға аяғы ауыр кез болатын. Ал дәл сол кезде Рингинде Бахар Омайды босанып жатқан кезде Рингинде өзінің қызын босанып жатқан тұғын. Содан кейін күйеуі тастап кеткен, өйткені босанғаннан кейін қызына қарап, енді екеуміз ғана боламыз деп айтып жатыр кинода. Одан кейін Омай мен Парла екеуі суретші, жігіт үшеуі көшеге сурет салады. Қабырғаға сурет бояп жатқан кезде оны Тимур әкесі көріп қалып, оны сүйрелеп үйге әкеледі, Омайды. Сол кезде Парлаға да айтады, үйге қайт дейді. Ол Парла айтқанын істемейді. Омайды қолынан ұстап үйге алып келеді. Үйге алып келгеннен кейін Омайдың бүкіл бояуларын мусор пакет алып алып, бояуларын мусорға лақтырып айғайлайды. Мен сені осылай жүрсін деп тәрбиелеп жатырмын ба, көшеге сурет салсын деп жатырмын ба деп оған айғайлап, бөлмесіне кіріп, бүкіл сурет бояйтын сурет дәптер және кәдімгі өздерінің краска, карандаштарын барлығын мусорға салып айғайлап жатады. Ал Омай болса сол кезде жылап еңіреп жатады. Сол кезде үйге Бахар мен ағасы Азиз келеді де дауысын естіп жүгіріп келеді. Сол кезде бүкіл мусорларды, бояулардың барлығын лақтырайын деп жатқан еді. Ал Омай болса жылап, анашым барлығын лақтырайын деп жатыр дейді. Сол кезде Бахар Тимурға қарсы шығып, мен осы күнге дейін саған ешқашан қарсы шыққан емеспін, осы жолы мені тоқтата алмайсың, сен не десең де деп қатты айтады. Сол кезде енесі де Бахарға сөйлеп тастайды, сен не деп тұрсың, әкесіне қарсы шығарып жатсың ғой сен деп біраз сөйлейді. Сол кезде сонда да Бахар, ана сен еш нәрсе деме, менің айтқаным болады, мен Омай суретші болғысы келеді, арманынан бас тартпайды деп Тимурға айғайлап қызын және заттарын төбеге қарай алып кетеді. Бірақ Бахар өзінің ұлы мен қызын алып төбеге қарай 2-ші этажға кетіп қалады. Одан кейін Тимур жерге отырып жылай бастайды. Сол кезде анасы, яғни Бахардың енесі айтады Тимурға, не деп, сенің не әйелің саған қарсы шығып тұр, анау да мынау деген сияқты әңгіме айта бастайды. Бетімен кетті мына әйелің дейді. Сол кезде Тимур айтады, ана маған еш нәрсе деме, сенікі дұрыс емес дейді. Мен де бала кезімде енді не істеуім керек еді, мен оның бүкіл заттарын мусорға отқа өртеп жіберуім керек пе еді дейді. Сол кезде Тимур өзінің жас кезі есіне түсіп, менің де әкем сурет заттарының барлығын өртеп жіберген, сол кезде сен еш нәрсе демедің, оған қарсы шықпадың, әкемді қолдадың дейді. Ал ол болса Бахардікі дұрыс, Бахар балаларын әкесінен қорғады, ол дұрыс жасады дейді. Ішінен қуанып тұрды. Бірақ одан кейін Тимур Бахардың артынан келеді. Бахар өз бөлмесінде тұрады. Бахар өзінен өзі айғайлай бастайды, Тимур маған еш нәрсе деме, кешірім сұрама, мен сені тыңдағым келмейді дейді. Сол кезде Тимур келіп көзінен жас шығып жылап, Бахар кешір мені, менен балаларды құтқарғаныңа, яғни қорғағаныңа деп рахмет деп кері бұрылып кетіп қалады. Жаңағы ашуланып тұрған Бахар дереу жүрегі жібіп, біртүрлі болып, неге бұлай деді деп біртүрлі болып қалады. Келесі күні Эврен мен Тимур ассистенттермен сөйлесіп тұрған кезде Тимур қалтасынан бірдеңе алып шығарайын деп жатқанда қалтасындағы браслетті түсіріп алады жерге. Ол әйелдің браслеті болып табылады. Сол кезде Эврен, сенің осындайда тосынсыларың бар екен ғой деп оған береді. Ал Тимур болса қолындағы браслетті қалтасына салып алып кетіп қалады. Және де Тимур Рингинді көргенде
және сол кезде рентгенде басқа жерге бара жатқан Тимур оны көріп қалып жүгіріп артынан барып рентгенге былай дейді: кеше маған сәлем келді, сәлем маған сен білмейтін біраз нәрсе бар, мен соны айтамын деп біраз қорқытады. Сол кезде рентгенге айтады: сен оны неге полицияға бермейсің дейді. Сол кезде рентген айтады: мен не үшін оған полицияға, не үшін оны полицияға беремін, мен барайын да айтайын Тимур келіншегіне көзіне шөп шалып жүр, соған көмектес маған, сәлем соны біліп қойды деп айтсын ба, айтайын ба полицияға барып деп оған айқайлап есікті жауып алады. Одан кейін Сәлім Парлаға звондайды. Сәлім ол кімнің, рентгеннің ағасы, өте нашар және дүние қоңыз адам болып шығады. Сәлім Парлаға звондап: сен туралы бір нәрсе айтуым керек, мен саған қазір барамын дейді. Содан кейін рентгенге звондайды да қайта: сен қол қоясың, немесе мен саған қызыңа бәрін айтамын дейді. Одан кейін рентген қызына асығып бара жатқан кезде жол апатына ұшырап басынан жарақат алады. Одан кейін Парлаға Сәлім ағасы келіп: мен саған барлық шындықты айтамын, сенің әкең Тимур дейді. Сол кезде Парла: сен мені өтірік алдап тұрсың, менің әкем Америкада дейді, және менің әкем Америкада, және сен мені анама, яғни анама қарсы шығу үшін осылай айтып жатсың, анамды жек көріп кету үшін айтып жатырсың деп ағасының сөзін сөйлемейді. Одан кейін ағасы кетіп қалады. Одан кейін Ұмай мен Бахар екеуі үйде бағанағы көшеде салған суреттерін көріп отырады, Инстаграмнан. Сол кезде жаңағы аяқ астынан Ұмай айтады: мен Парла екеуміз сурет салып жүрміз деген сияқты Парла туралы айтылып қалады. Сол кезде Парла екеуінің бұрынғы қабырғаға салған суреттерін көрсетеді анасына. Ол кезде жыланның және бірандай жаман қызыл бір нәрсенің суретін салған. Соны Ұмай анасына көрсетеді: міне бұл рентгеннің анасы мен әкесі жек көреді екен, осылай суретті салды дейді. Сол кезде Бахар: олай не үшін салыпты, маған көрсетші, сен анасымен таныстың ба дейді. Бахар айтады кімге? Ұмайға. Ұмай сол кезде айтады: иә, мен анасына үйіне бардым, анасын да көрдім, анасы сондай әдемі кісі, бірақ шамалы суықтау кісі болып көрінді маған дейді. Сол кезде Бахар айтады: ендеше маған суреті бар ма, суретін көрсетші дейді. Сол кезде Ұмай кімнің, Парланың инстаграмын ашып анасының суретін көрсетеді. Сол кезде Бахар Парланың анасын көріп, яғни рентгенді көріп, басқаша таңырқап қалады, біртүрлі болып қалады. Одан кейін Бахарға қайта қоңырау шалып, больницадан звондайды. Бахар: дәрігер ауыр науқас түсіп жатыр, рентген дәрігерге звондасам алмайды, тағы бір дәрігерге звондасам ол да телефонды көтермей жатыр, сондықтан сен кел дейді. Сол кезде дереу больницаға барады. Сол кезде рентгенде келе жатқанын көреді. Рентгенде басынан жарақат алған. Сол кезде рентгенді көреді. Бахар оны көріп қалып, рентген деп жүгіріп қасына барады. Сол кезде рентген Бахарға айтады: мен егер де өліп қалып жатсам, мені кешір дейді Бахарға. Одан кейін жаңағы ауырып операцияға түсіп қалғанын, аварияға түсіп қалғанын Парла да естіп, ол да больницаға жетіп келеді. Ол да анашым деп Парлаға рентгенге жүгіріп барғанда, рентген айтады: қызым, басқа ешкімге сенбе, тек қана маған ғана сен, деп үндемей ғана операция бөліміне кетіп қалады. Оған операция жасайтын Тимур дәрігер және Бахар болады. Сол кезде Бахар Тимурға қарап бақылап тұрады. Тимур өте қатты қобалжып, көзі, аяқ қолы дірілдеп, тіпті операция жасай алмай жатады. Сол кезде Бахар: бұл жерде сен мынаны жаса, өкпесі дұрыс емес деген сияқты өзінің несін айтып қалады. Сол кезде жаңағы Тимурды: дұрыс айтасың Бахар, деп дереу соны жасап, айтқанын істеп, Бахардың құтқарып қалады. Одан кейін шығады, ота бөлімінен шығады, ота сәтті аяқталады. Ота бөлмесінен шығып қалғанда Тимур алдында кім шығады? Парла тұрады. Парла тұрады да: анам қалай, анамның жағдайы қалай дейді. Сол кезде Тимур айтады: сен ағаңның сөзіне, Сәлімнің сөзіне сенбе дейді. Сол кезде Парла айтады: мен не үшін оған сенбеуім керек? Сол кезде Парла айтады: сен менің әкем болсаң да мен сені қабылдамаймын, ешқандай нәрсе өзгермейді дейді. Маған одан да анамның жағдайын айт, анам жақсы ма дейді. Сол кезде Тимур: иә, анаң жақсы, отадан шықты дейді. Сол кезде Бахар да шығады. Бахар Парланы құшақтап: анаң сені тастамайды, анаң жақсы дейді. Сол кезде Бахар қатты ашуланып Тимурдың бөлмесіне, есікті тарс еткізіп бөлмесіне кіреді. Жан даусымен айғайлайды: Тимур, сен менен не жасырып жүрсің, қашанға дейін менен жасырасың осының барлығын дейді. Сол кезде Тимур: сен не деп тұрсың Бахар, не айтуым керек саған, мен не жасырыппын сенен дейді. Сол кезде Бахар айтады: мен сені көзіңнен көрдім, сен рентгенді жақсы көресің, осы уақытқа дейін мені алдап жүрсің дейді. Сол кезде Тимур барынша не істеуге тырысады, оған ақталуға тырысады: сен осы келгеніңе 1 ай болды, осы жердегілердің барлығы біздің екеуміз туралы айтылып жатыр дейді. Ал біз осы уақытқа дейін рентген екеуміз туралы ешқашан айтылмаған ондай сөз дейді. Ал рентгенмен тағы бір дәрігер кеше рентген ауырып жатқан кезде сол дәрігер құтқарып қалған, оның алдында жылап жатқанда, әкесі қайтыс болғанда. Сол кезде сол дәрігер туралы айтылып жүр, екеуі, көрдің ба, адам
не естіп не көрсе сол туралы өсек шығады. Екеуміз туралы шықты. Дәл сондай рентген мен сол дәрігер екеуі шықты. Біздің рентген екеуміздің арамызда ешнәрсе жоқ дейді. Бахар сол кезде қатты тағы да айғайлады: мен саған ешқашан сенбеймін, осы жолы тағы да сенбеймін. Мен сенің көзіңнен көріп тұрмын, аяқ-қолың дірілдеп, операцияны зорға жасадың. Сен қорықтың оны жоғалтып алудан. Мен сені көзіңнен көрдім, менің жүрегім де солай айтады, көзім де солай, менің миым да солай айтады, деп Бахар айғайлайды. Және айтады, Тимурға айтады: сен мен ауырған кезде дәл бұлай қиналған жоқсың, мен ауырғанда дәл бұлай сен өзгерген жоқсың, қорыққан жоқсың дейді. Тимур не айтарын білмей: сен оны өзің солай көрген жоқсың дейді. Сол кезде Бахар есікті тарс жауып кетіп қалады. Осымен осы бөлім аяқталады. Сондай бүгінгі күн керемет болды. Сіздерге де ұнаса лайк басып комментарий жазыңыздар.